Ассалаумағалейкум, көкпар сүйер қауым. Бұл видеода көретіндеріңіз Наркенже Серікбаева деген атақты әншінің әулетінің беріп жатқан үлкен көкпары Түркістан облысында болған. Осы жылдың ең соңғы көкпарларының бірі деп айтуға болады. Өйткені көкпардың өзінің уақыты аяқталып жатыр биылдыққа. Көбінесе көпшілігі біле бермей шығар, күзден қысы бойы ойнап шығатын көкпар. Бұл видеода көретіндеріңіз тағы да атақты палуан шабандоз Мади Шойбектен алған қысқаша интервью, және де көкпарды дронмен тамашалайсыздар. Өкінішке орай дауысы, аттың дүбірі, басқа да микрофоннан айтылып жатқан нәрсе естілмейді. Оның орнына қазақтың күйін қойып қойдым. Көре беріңіздер. Мархабат. Қазақстан бәрі келді дейсің ба? Қазақстан бәрі келді дейсің, жартысы келді. Ұлан асыл көкпар ойнап жатқан сияқты. Пробка отыр ғой аттарына. Аттар главный өтіп кетті. Бүгін солардың той екен. Қарахан деген бұлай? Анау Шыңғысхан ар жағында. Бұл қашаннан бері шауып отыр бұл аттармен? Енді тек бұл аттармен шаппайды ғой, неше түрлі аттарға білеміз. Өзінің аты осы екеу ғой, Үйден келген осы екі ат қой. Бізде бүгін үлкен ұлан асыр көкпар болып жатыр. Баяғы әңгімедегідей Наркенже әншіміз, осы Қазақстанға танымал әншіміз көкпар беріп жатыр. Соған бір осы мүмкіндікті пайдаланып отырып, Мади Шойбек деген атақты шабандоз бауырымыздан сұхбат алғымыз келіп жатыр. Мына арттарыңызда көріп тұрған осы екі Мадидің тұлпарлары жалғыз онымен шектелмейді, тағы да қосымша тұлпарды алып міне береді. Тартыс барысында ауыса береді аттар. Қазір мүмкіндік болса, көрініп жатыр ма, ана жерде киініп жатыр екен. Қазір бір амал тауып, бір сұхбат алып қалғымыз келіп жатыр. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бізде мына Мади Шойбек деген бауырымыз, атақты шабандоз балуан, бір сұхбат бересің. Қош келдіңіздер бүгінгі тамашаға. Бүгінгі бір ерекше биылғы жылдың соңғы көкпарларының, үздік көкпарларының бірі ойнап тұр. Енді бүгінгі Наркенже Серікбаева деген әпкеміздің, жалпы сол кісінің көкпары дейді, бірақ енді әулетінің көкпары. Жалғыз ол кісі емес, бұл әулеті беріліп жатқаннан кейін Серікбаевтар әулетінің көкпары. Бүгін енді ешқандай үлкен жиын, бүгін енді Құдай қаласа Алла бұйыртқан салымыз салып, аман есен елімізге, жерімізге оралуымыз нәсіп етсін. Аттар да бәрі бүгін сайланып, дайындалып, барлығы үлкен дайындықта, үлкен ниетпен, үмітпен келіп отыр, Құдай қаласа. Мен киіміңді түсіріп жүрсем бола ма, көкпаршылардың көбінесе алыстан телевизиядан көреміз. Бұл енді ертегінің ішінің бәрі щиток, пластмасс, енді бұл жерде енді дода деген өте бір сырттан оңай көрінгенмен іште енді үлкен майдан, үлкен тәуекел ғой көкпар деген. Жарақаттар алып. Жарақат көп, жарақат қаупі 90% жарақатымен шығады көбісі. Үлкен риск бұл көкпар деген. Сырт көзге ауызға оңай болуы мүмкін. Бірақ енді осыған құмартып, бала кезден осы атта өстіп, 10 жасымыздан бастап атқа мініп, қазір 20 жыл болды аттың үстіне келе жатқанымызға. 20 жыл болды? 20 жыл болды, Дұрыс. Мынау өзің астындағы, өзің алып келген жылқылар, осы тұлпарлар осы екеу ғой қазір мінетін? Мынау Қарахан, біреу ар жақта тұр, Шыңғысхан деген. Шыңғысхан деген, екеуін дайындап осыған біраздан бері. Аттың да дайындығы енді ол спортсмен дайындағандай дайындықтай болады. Бұларда күніге проездкісін беріп, күніге дайындықта суды, жемін, шөбін қадағалап, настроениесін қадағалап, өте бапты қажет ететін тұлпар. Оған да үлкен маңдай тер, үлкен еңбек керек. Спортсменді қалай чемпион қылу керек, дәл солай атты да солай дайындап. Бүгін чемпионат былай айтқанда. Чемпионатта атта адамда сай болып, бүгін бағы жанған ат, бағы жанған палуанның мәре бағы бүгін салынды болатын кезі. Мен енді бір сұрақ қояйын, қазір осы үлкен көкпар болып жатыр, оны оңтүстікте деп айтпай ақ қояйын, жалпы Қазақстан ішінде де қалай ойлайсың, қанша шабандоз келеді шамамен? Оны айтуға бола ма негізі? Енді облыс бойынша қазір бүгін енді өте көп жиналады. Енді басқа Жамбыл облысы, Алматы облысынан да барлық жағынан Өзбекстан бүгін барлығы келіп жатыр. Байқалса енді өте көп болады бүгін, енді 1000-ның үстінде ат болатын шығар, 2000-дай мың. Бүгін енді өте ірі жиын болады. Енді жаяу көрерменге де, сіздерге де бар жабай болу керек бұл жерде. Енді аттың
екпіні деген көзілестірмейді. 1 секундта қасыңызда тауып алады. Сол моментте барлықтарыңыз сақадай сай болып, өздеріңіз қауіпсіздіктеріңіз үшін барынша дайындалып тұрсыздар. Қауіпсіздік бірінші орында дейсің ғой. Қауіпсіздік бірінші орында, иә. Аман-есен тарқап, аман-есен елге оралғаның өзі бір үлкен салым. Енді жаңа бір сөзіңде айтып қалдың ғой, 20 жылдан бері айналысып жатырмын деп. Неше жастан бастадың сонда? 10 жасымыздан бастап әкеміздің қасында атқа мініп өсіп, аттың қасын суытып, атты ит-бүйтіп тапсырма беріп, одан кейін атқа мініп үйреніп, одан кейін еңкеуді үйреніп, шабуды үйреніп. Енді құмарлық бірінші очередь. Ол былай бар десе көп адам бара бермейді. Бір енді өзім әкем, атам бар көкпармен өскен нағашыларым 100% көкпарда бүгін. Өзім мамамның ағалар, інілері бүгін олар 100%. Өз тұқымынан осылай келе жатыр ғой, атадан балаға. Атадан балаға, сосын нағашыларым жақтан да 100% көкпаршылар оларға. Қанға бізге енді қаттырақ сіңіп кеткен, соған осыған құмар болып. Құмарлық бірінші жүреді. Любой нәрсеге бірінші желание керек қой. Иә. Сен енді мен білетінім мына оңтүстік Қазақстан, жалпы Қазақстанға өте танымалсың да. Мен сұрайын дегенім, нақты үлкен додаға, үлкен көкпарларға қашаннан бастап өзің кірісе бастадың? Сол бір 10 жасымыздан кірісіп, кейін мектеп бітіргеннен бастап 10-11 класста үлкен көкпарларға кіре бастадым. 11 класстарда алғашқы салым салып, сол жерден әкем жетектеп, әкем үйретіп, 10-11 класстан шаптық қой. Керемет. Бізде қазір жаппай көкпар шабамыз, барлығымыз осыған берілгенбіз. Команда көкпарды шапқанбыз. Енді Қырғыз мемлекеті тек командалық көкпармен шабады. Командалық көкпардың кәдімгі футбольный өзінің сондай составы болады. Нападающий, қорғаушы. Тура сол команда көкпардағы нәрсе футболдағы нәрсемен бір ауып болады бұл жерде. Ал жаппай көкпарда? Жаппай көкпарда ограничение жоқ. Бұл жерде 1000 ат, 2000 атқа дейін кіре береді. Бір текеге таласады бұл жерде. Ара қашықтық қанша шаба беретін бір өзі белгі бар ма? Енді жаппай көкпарда өзінің мәресінің екі мәресінің ортасы болады, 300 метр. Мына мәреге дейін шауып апарып тастау керек, 300 метр, 350 метр болады. Сосын бұл жерде де бізге енді қазір жаппай көкпарға жақсы заң егісіп қойды. Шетке шықса аут қылатын болды. Дұрыс емес, қимыл істесең красный карточка береді бұл жерде де. Енді мынау жаңағы уақытыңыз тығыз болып тұр. Атыңызға байланысты бір сұрақтар. Енді көпшілік біле бермейді, 90% халық біле бермейді. Аттың абзалдары жайында қандай көкпарға не қажет, соны айтып берсеңіз? Енді ол өз аттан да кәдімгі спортсмен болса өзі білінеді ғой, тай кезінен, қонған кезінен өзі ширақ болып, өзі бір аяқ қол жылдам болып өзі байқала бастайды. Сосын ары қарап дамыту керек сол енді. Жас баланы жаңа бір күреске баулып, ары қарап күресіп кетеді деген болса, ары қарап сол шыңдайтын болса, көкпарда да сол осы аттан бірдеңе шығады деп ары қарап дамытып. Өнер ғой, мұнда несін ашу керек, талабын ашу керек. Үлкен не қажет. Бұл Қарахан деген атымыз, жасы 7 жаста. 7 жаста. Үлкен тойларға шығарып жүрген атымыз. Мынау аттардың аяғындағы ше, жарақат алмау үшін ба? Жарақат алмау үшін аттың ең слабый жерлерін осылай орап қоямыз. Бұл құйысқан не керек емес па? Жоқ, ондай керегі жоқ. Бұл кәдімгі. Тек қана екі тартпа я бұған? Екі тартпамен тартылады? Көріп тұрғаныздар. Мынау қазақи ер тоқым. Қазақи дегенде енді қазақтың өңіріне сай әртүрлі тоқымдары, бірақ көкпарға арналған. Ерде көп түрге бөлінеді өзі. Иә, осы көкпарға арналған осы де жақсы, иә. Рахмет сізге. Болды, жақсы. Алла разы болсын, сәттілік тілеймін, аман, ең бастысы ешқандай жарақатсыз өткіз. Иә, Алла разы болсын, жақсы. Рахмет. Маған да сәттілік тілеймін. Саған да сәттілік. Amin. Ratsiya çok mu oldu? Salta, Kanardaqtağın Көкпар сүйер қауым, патша көңілді көрермен, баршаларыңыз бері мінбеге жақындаңыздар, көкпарымызды бастаймыз, бата бақ. Телефонмен хабарласаңыздар, жемжіктірім, тойымызды бастайық. Канардaqtağın Көкпар сүйер қауым, баршаларыңыз бері мінбеге жақындаңыздар, мінеке бүгінгі күні көкпар беріп елдің батасын алып жатқан Түркістан облысы Түлкібас ауданы
берекесі берік ынтымағы жарасқан, салт дәстүрдің қаймағы бұзылмаған Түлкібас елді мекені тектілік тереңде жатады деп жатсақ, тарихта таңбасы бар. Бақырап Қыдырдағы әулет, Серікбаевтар әулеті.
Şamol çaykanımızı diyen kızcıkları, Turguşlar Şamol çaykanı diyorum. Aslında atçadır eken, sıcaksa kapırmayın. Aslında atçadır eken. Özün nege yutma özün? Bir baru. Turguşlar canlı diyorlar, biz kurma şekilde yaktan korkturmuz. Turguşlar Arapsiya beni ağlayı kalkamat ediyordur. Osmanlı oluyordur. Töreni bulamız. Turguşlar. Kankavat devadır, biz kurmaş devradımız. Negizi kurmaş o. Onu unutmayı görelim.